Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, біз 4-ші модулімізді жалғастырамыз. Өткен сабақта біз кеуектілік дегеніміз не екен және оның материалға қалай әсер ететінін талқыладық. Ал бүгін 6-шы тақырыбымызда сол кеуектерді зертханада қалай өлшейтінімізді, яғни сынапты параметрия әдісін қарастырамыз. Бұл сабақ сіздерге материалдардың ішкі бос кеңістіктерін сандық түрде дәл бағалауды үйретеді. Сонымен, сынапты параметрия дегеніміз не? Бұл металл материалдардағы кеуектілікті және кеуек өлшемдерінің қалай таралғанын анықтауға арналған өте танымал физикалық талдау әдісі. Егер өткен сабақта біз кеуектерді микроскоппен ғана көрсек, бұл әдіс бізге сол кеуектердің нақты көлемін, ауданын және диаметрін математикалық дәлдікпен сандық түрде бағалауға мүмкіндік береді. Сынапты параметрия ұғымының түпкі мәні неде? Бұл әдіс қысымның әсерімен сынапты материалдардың ішіндегі кеуектерге күштеп енгізу принципіне негізделген. Неліктен күштеп енгізу керек? Өйткені сынап кәдімгі су сияқты тесіктерге өздігінен ағып кірмейді. Оны кеуектердің ішіне итеріп кіргізу үшін сырттан міндетті түрде арнайы қысым қолдану қажет. Құрылғы дәл осы берілген қысым мен ішке кірген сынап көлемін өлшейді. Табиғатта сұйық көп бола тұра, бұл әдісте неліктен осы сынап қолданылады. Оның басты себебі сынап өте жоғары беткі керілуге ие. Және ол металдарды, керамикаларды, жалпы көптеген материалдарды дымқылдатпайды. Яғни ол материалдардың қабырғасына жабыспайды. Бұл бірегей қасиет сынап параметрияда кеуек өлшемін ешқандай химиялық реакциясыз таза физикалық жолмен өте дәл анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістің физикалық негізі әйгілі Лаплас-Вашберн теңдеуіне сүйенеді. Бұл теңдеу қолданылған қысым мен кеуек радиусы арасындағы кері тәуелділікті көрсетеді. Қарапайым сөзбен түсіндірсек, егер тесік үлкен әрі кең болса, оған ртутты кіргізу, сынапты кіргізу үшін өте аз қысым жеткілікті. Ал егер кеуек нанометрлік деңгейде өте тар болса, оның ішіне сынапты итеріп кіргізу үшін орасан зор қысым қажет болады. Қысым мен кеуек өлшемі қалай байланысады? Зерттеу барысында құрылғы қысымды біртіндеп баяу көтереді. Басында төменгі қысымда сынап ең ірі макрокеуектерге енеді. Қысым артқан сайын ол одан да кіші мезокеуектерге, ал ең жоғары қысымда өте ұсақ микрокеуектерге кіреді. Осылайша қысымды өзгерте отырып, біз материалдардың ішіндегі кеуек өлшемдерінің қалай таралғанын толықтай көре аламыз. Құрылғы жұмысын аяқтаған соң, біз қандай негізгі параметрлерді өлшеп аламыз? Сынапты параметрия бізге бірнеше маңызды сандық деректерді береді. Материалдың жалпы кеуектілік пайызын, кеуек өлшемдерінің таралуын, орташа кеуек диаметрін және ең бастысы материалдың ашық кеуектілігін анықтайды. Осы жерде өте маңызды бір ерекшелікке тоқталуымыз керек. Сынапты параметрия тек қана ашық кеуектерді зерттейді. Өткен сабақта айтқанымыздай, ашық кеуектер сыртқы ортамен байланысқан. Ал материалдың қақ ортасында жан-жағы бітеу жабық кеуектерге сынап қанша қысым берсеңіз де ене алмайды. Себебі оған баратын жол жоқ. Сондықтан бұл әдіс толығымен тек ашық кеуектілікті бағалауға бағытталған.
Бұл әдістің металлургиядағы қолданылуы өте кең. Әсіресе ұнтақты металлургияда бөлшектердің арасындағы бос кеңістіктің қаншалықты тығыздалғанын көрсету үшін қолданылады. Сонымен қатар, арнайы сүзгіш ретінде жұмыс істейтін кеуекті металдарды немесе құймаларды, микроақауларды зерттеу үшін таптырмас құрал болып табылады. Әдістің басты артықшылықтары қандай? Біріншіден, ол кеуек өлшемдерін өте кең диапазонда шамамен 360 микрометрден бастап 3 нанометрге дейін өлшей алады. Екіншіден, ол өте жоғары дәлдікке және қайталанбалыққа ие. Осы қасиеттері оны әлемдік зертханаларда кеуектілікті зерттеудің ең сенімді әрі негізгі әдістерінің біріне айналдырды. Дегенмен, әр құрылғының өз шектеулері бар. Әдістің шектеулері мыналар. Бұл үлгіні бұзатын әдіс. Өте жоғары қысыммен сынап енгізілген соң үлгіні тазарту мүмкін емес, немесе қысымнан үлгі уақытылы қалуы мүмкін. Экологиялық және қауіпсіздік мәселелері. Сынап өте улы зат болғандықтан, құрылғымен жұмыс істеу қатаң қауіпсіздік шараларына талап етеді. Жоғарыда айтқандай, жабық кеуектер туралы ешқандай ақпарат бермейді. Қорытындылайық. Сынапты параметрия металл материалдарының ішкі архитектурасын, оның ішіндегі кеуектілік параметрлерін сандық бағалаудың ең тиімді әрі дәл әдісі болып табылады. Ол бізге материалдардың қаншалықты кеуекті екенін ғана емес, сол кеуектердің өлшемі мен таралу сипаты материалдың беріктігіне немесе өткізгіштігіне қалай әсер ететінін тереңірек түсінуге толық мүмкіндік береді. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіздер. Бұл жерде сынапты параметрияның не екенін, сынаптың неге өздігінен енбейтінін және қысым мен кеуек өлшемі арасындағы байланысты түсіндіріп жазуларыңыз керек. Сынапты параметрия екінші тапсырмада. Осы әдістің металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазу. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Жалпы кеуектілік, ашық кеуектілік, кеуек өлшемі, таралуы және қысым сияқты параметрлердің осы әдісте нені білдіретін және қалай сипатталатын нақтылып жазып шығасыздар. Осымен біздің 6-шы тақырыбымыз аяқталды. Сабаққа зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.